Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім және подписчиктарым. Менімен бәрі оңай каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 7 шелпек дайындайтын боламыз. Жұма мүбәрак болсын және жұмадағы тілеген тілектеріңіз, дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Ал енді бізге керегі 100 мг сүт, жарты чай қасық тұз, 200 мг айран, жарты чай қасық сода, 1 чай қасық дрожжи және 3 қасық қант керек болады. Барлығын жақсылап араластырып, алдын ала електен өткізген ұнымызға құятын боламыз. Сүтімізді қатты ыстықта емес, сәл ғана жылытып алғанымыз дұрыс. Айранымыз бөлме температурасында болса болғаны. Енді ақырындап жұмсақтау қылдырып қамыр илейміз. Қамырымыз өте қатты болып кетпеу керек. Жұмсақ болғаны дұрыс. Қолға жабыспайтындай етіп илеу керек. Құрметті менің көрермендерім, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментария жазып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Және алдағы шығатын видеоларды бірінші болып көру үшін қоңыраушаны басып қойсаңыздар болады. Міне, енді біздің қамырымыз дайын болды. Осы қамырды 10 минутқа тындырып қоямыз. 10 минуттан кейін дайын болады. Бір жақсысы, айранда дайындалған қамырымыз өте дәмді болады және тез дайындалады. Айналасы 20 минуттың ішінде шелпектеріміз дайын болады. Енді осы 10 минут тұрған қамырымызды жақсылап 7 бөлікке бөліп, оларды дөңгелетіп 7 күлше жасап аламыз. Сосын ақырындап ұн салып жаямыз. Ұнды көп сеппеу керек. Ұнды көп себетін болсақ, майымыз күйіп кететін болады. Міне, күлшелерімізді қолмен басып алып, ақырындап оқтаудың көмегімен аз ғана ұн себе отырып, әдемілеп, дөңгелетіп, бір келкі қылдырып жайып алу керек барлық күлшелерді. Бала кезімізде мамаларымыз каждый осындай жұма күні шелпек пісіріп, оны еще көршілерімізге үлестіртуші еді. Қазір менің балаларым да жұма күнді асыға күтеді және осы менің шелпектерімді жақсы көріп жейді. Енді газға сковородкамызды қойып, 400 грамдай сұйық май құйып, майымызды қыздырып аламыз. Сосын кейін шелпектерімізді әр жағын 11-11 секундтан әдемілеп қызартып пісіріп аламыз. Міне, өстіп шелпектерімізді біртіндеп екі жағын асықпай қызарта отырып пісіріп аламыз. Және де сіздер де осылай менің рецептімді қолданып көріңіздер. Ұнап жатса, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Істеріңізге береке берсін. Сау сәлеметте болыңыздар. Барлықтарыңызға дендеріңізге саулық тілеймін. Астарыңыз дәмді болсын. Міне, енді біздің шелпектеріміз дайын болды. Дәмін көрейік. Өте дәмді болды. Қолданып көріңіздер.